оқып ақша алу дейді, немесе Құран үшін ақша үшін Құран оқытатын болатын білсе дейді, солар қандай күнәсі бар дейді. Иля джамил хуттамил харам бе василати зикр. Сол амалдар ертең тұзақтың отындарын жинап атқанын білетін болса дейді, қараңыз. Оны кім айтып жатыр? Ибн Абидин рахимулла айтып жатыр. Егер бір адам білсе дейді, сол амалдары дейді, иля джамил хуттам, отындарды, өз отын күшейтіп, тұзақты күшейтіп атқанын білетін болса дейді, бұндай амалдарға бармайды дейді. Бірақ өкінішке орай дейді, وَسَعَرَ النَّاسِ يَعْتَغِدُونَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ الْقُرْبِ дейді. Өкінішке орай адамдар бұны ең үлкен құлшылық біледі дейді. Ақша үшін Құран шығартуды дейді. Ақша үшін Құран шығарту, мал дүние үшін хатым шығарту, молданы әкеліп Құран оқытып ақша беруіне дейді, ең үлкен құлшылық біледі дейді. Өкінішке орай дейді.